Ал бұйырса бастаймыз. 1-2-3. Баршаңызға сәлем. Біз сіздермен қазақтың ұлттық тағамдарының бірі, дастарханда үнемі табылатын үлпілдек бауырсақ дайындаймыз. Бізге ол үшін қажетті құрамдар: әрине, ең бірінші кезекте ұн қажет болады. Мен пионер ұнының жоғарғы сұрыпын қолданамын. Одан кейін сүт, су, шекер, ашытқы яғни дрожжи, тұз, асқаймақ яғни майонез, және де қазір су мен сүтті жылыту үшін бізге осындай арнайы термометр қажет болады. Егер термометр жоқ болса, әрине қолмен өлшеуге де болады. Саусақтарыңызды батырып көресіздер, шым-шым жылы болса жеткілікті. Сонымен бастаймыз. Ең бірінші кезекте мінекей сүтімізге қазір суымды қосамын. Қостық. Одан кейін шекер қосамыз. Және ашытқы саламыз. Жақсылап араластырып, отқа қойып жылытамыз. Отқа қойдық, міндетті түрде араластырып тұрамыз, себебі бізде бір келкі жылуы қажет. Бізде 38 градусқа жылытып алдық. Енді бетін пленкамен жауып, жылы жерге бізде апара көтерілгенше қойып қоямыз. Бетін пленкамен жаптық, және аздап кішкене орамалмен жабамыз. Ас үй орамалмен және жылы жерге қоямыз. Мен осындай микроволновкаға салып қоямын. Так, мінекей қараңыздар, біздің апарамыз кәдімгідей көтерілді. Енді ұн дайындап қойған болатынбыз, електен өткізіп, ұнға құямыз. Одан кейін тұз саламыз. Майонез, яғни асқаймақ қосамыз. Енді қамырымызды илейміз. Илеп болғаннан кейін аздап сұйық маймен бетін тегістеп қоямыз. Сосын бізде қамыр көтерілу үшін, жылдам көтерілу үшін міндетті түрде бетіне пакет, не болмаса пленканы жауып, одан кейін ыдыстың қақпағын жауып, жылы жерге қоямыз. Сонда біздің қамырымыз тез көтеріледі. Пищевой пленкамен бетін жауып, одан кейін ыдыстың қақпағын жауып, жылы жерге қамыр көтерілгенше қойып қоямыз. Біздің бауырсағымыз осылай бір рет көтерілу керек, міндетті түрде. Қараңыздаршы, қалай көтерілген. Енді аздап қолымызға сұйық май жағып, қамырды бір басып қоямыз. Қатты баспаймыз, аздап қана басамыз. Қайтадан бетін пленкамен жауып, тағы да бір көтерілгенге жылы жерге қойып қоямыз. Қамырымыз екінші рет тағы да көтерілді. Мінекей қамырды осылай жайып аламыз. Менде мынандай стақан бар, осындай стақанның көмегімен кесеміз. Стақан не болмаса арнайы печеньеге арналған формаларыңыз болса, формамен кессеңіздер де болады. Егер стақан қамырға жабысып жатса, онда басын ұнға малып аламыз. Сол кезде бауырсақ оңай кесіледі. Мінекей.
Қандай керемет. Бауырсақты кесіп алдық. Енді артық қамырды алып, қазір тағы да бетін жауып қоюымыз керек болады. Бізде бауырсақ тағы да біраз көтерілгені дұрыс. Сол кезде томпақ, үлпілдек бауырсақтар болады. Міне қыздар, бауырсақты осылай формалап алдық. Енді бетін міндетті түрде жауып, тағы бір 10 минутқа қалдырамыз. Біздің бауырсақтарымыз көтерілу керек, одан кейін барып майға салып қуырамыз. Көтерілді. Енді майға салып қуырамыз. Қараңыздар, қандай үлпілдек, жұп-жұмсақ бауырсақ. Жасап көріңіздер, ас болсын.